Баршаңызға қайырлы күн, құрметті менің көрермендерім. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді, қысқа арнап, ешқандай қайнатылмайтын және де күнге ашытпай дайын болатын огонек дәмдеу үшін дайындайтын боламыз. Дәрумендерін өзінде сақтап қалатын және де ешқандай атылмайтын огонек дәмдеу үшін басқаша чертополох және де сацибели деп те атай береді. Бізге қажет көкөністердің мөлшерін толығымен описанияға жазып кететін боламын. Алдымен қызанақтарымызды осылай ет тартқыштан өткізуге ыңғайлы болсын деп бөлшектерге бөліп алдым. Бізге қажет заттар ол қызанақ, болгар бұрышы, сарымсақ, укроп және де ащы бұрыш қажет болады. Ең бастысы аспирин қажет болады және қалынша мөлшерде қажет екенін сіздерге жазып кететін боламын. Бұл рецепті жасағаныма біраз уақыт өтіп кетті. Мен өте аз жасап қойғаныма өкініп қалдым. Осылай көкөністеріміздің барлығын ет тартқыштан өткізіп болғаннан кейін тұзын салып және де аспирин қышқылын осылай жақсылап үгітіп аламыз майда ұсақ бөлшектерге және де қызанаққа салып жақсылап араластыратын боламыз. Тұзы мен аспирин қышқылын салғаннан кейін огонек дәмдеу үшін бір тәулік бойы салқын жерде немесе холодильникте қақпағын жауып сақтайтын боламыз. Содан соң бір тәулік өткеннен кейін баклажкаларымызға құятын боламыз. Бір тәулік ішінде аспириніміз қызанағымызбен араласып, еріп, өз жұмысын атқаратын болады және де баклажкаларға құятын боламыз. Баклажкаларымызды алдын ала осындай алмалы уксуспен ішін шайып аламыз жақсылап. Алмалы уксустың ешқандай зияны жоқ. Алдын ала жуылған баклажкаларымызды тек қана уксуспен шаятын боламыз. Бұл дезинфекция ретінде жүреді бізде. Баклажкаларға салқын күйінде затты құйғанда және де сақтағанда ешқандай зияны болмайды. Егер сіз баклажкаға ыстық күйінде затты құятын болсаңыз, онда ол баклажкадан пластиктен зиянды элементтер бөлініп шығып, ағзамызға зиянын тигізуі мүмкін. Огонегімізді баклажкаларға құйып болғаннан кейін баклажкаларымызды салқындау қараңғы бөлмеде сақтасаңыз, ешқандай атылып кетпейді және ашып кетпейтін болады. Қызанақтың мезгілі өтпей жатып, дәл осы рецептпен огонекті барлығыңызға жасап көруге кеңес беремін. Өйткені қызанақты және огонекті жасаған кезде қазанға қайнатқаннан, майға қуырғаннан қарағанда қызанақтың өз дәмі және дәрумендері қалпында қалатын жалғыз огонек десем болады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет және де комментарияға өз рецепттеріңізді және де биылға қандай банка жапқандарыңызды қалдырып жазып кетсеңіздер болады. Хош, сау болыңыздар, келесі кездескенше.